Вавилонның аспалы бағы. Вавилон шаһарының даңқы бүкіл шығысқа тараған кезі. Вавилонға келген саяхатшылардың әңгімесінің басты тақырыбы патша сарайындағы таңғажайып, тамаша аспалы бақ туралы болады. Мұндай ғажап бақ не шығыста, не батыста жоқ екен. Аспалы бақ патшаның өзі ғана тұратын сәулет сарайының кең ауласына салынған. Сарайға да, баққа да кездейсоқ адам кіре алмайды. Күзет күшті болған. Аспалы бақтың тарихы мынадай. Кәмелетке жасы жеткенде Навуходоносор патша алыстағы тау елі Медия ханшасы Семирамидаға үйленеді. Сымбатына ақылы сай, ерке өскен патша қызы Семирамида патшаның сүйікті әйелі болады. Алайда алыстан келген ханша көңілсіз, қабағын ашып бір жадырамайды. Ішкі сырын ешкімге айтпайды. Қыз жатса да, тұрса да өз елін, туған жерін аңсайды. Көзі алдына көкорай шалғын, райхан гүлдері құлпырған Медия, тау бөктеріндегі хош иісті шынар ағаштары, сылдырлап аққан бұлақтар елестейді. Ханшаның тұрақты мекеніне айналған Вавилонда мұның бірі де жоқ. Сахараның ыстық желі. Күндізде ыстық, түнде де ыстық. Патша нәзік жанды Семирамиданың ішкі күйзелісін түсінеді. Сөйтіп, сарайдың кең ауласына ерекше бақ салуға бұйрық береді. Алдымен кірпіштен әсем террасалар орнатылады. Кірпіштің үстінен қалың етіп жанартаудың лавасы құйылады. Оның үстіне қорғасын плиталар орнатылады. Оған қалың етіп топырақ төгеді. Құнарлы топырақтың үстіне неше түрлі жеміс ағаштары, көк желекті бұталар отырғызылады. Ерке қыз сымбатты Семирамидаға арнап салынған бақ жайына түседі. Патша әмірімен салынған бұл бақ өз заманында көргеннің де, көрмегеннің де таңдайын қақтырып, әлемнің жеті кереметінің біріне айналады.